Саламатсыздар ма? Бүгін біз Revita Rehab оңалту орталығының біздің резиденттердің емделіп жатқан реабилитациялық орталықта сіздерге шолу жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мынау біздің консультанттар бөлмесі. Бұл жерде 24/7 емделушілерге қолдау көмек көрсетеді. Және де біздің персоналымыз бұл жерде емделушілермен проговорлар жасайды. Ішкі мазалап атқан нәрселерін осы жерге келіп айтып бөлісіп, және де кері байланыстар алады. Тағы да күндік жоспарларын жоспарлап, әр күнгі іс шараларға дайындық жасайды. Біздің орталықта авторлық бағдарламамен жасалынған емделушілерге арналған мынандай методичкалар бар. Ойын құмарлыққа шалдыққан адамға осындай папка, екіншіде алкоголизм мен наркоманияға арналған осындай екі тілде жасалынған бағдарлама бойынша жұмыс жасайды. 5 ай бойы осының ішіндегі тапсырмаларды тапсырып, адам емделеді. Көп ата-аналар сұрайды, сіздер қалай емдейсіздер? Күні бойы олар не жасайды? Бұлай айтқан кезде әр күнге бізде расписание жасалынып қойған. Таңғы 7:20-да тұрады, кешкі сағат 11-ге дейін әр түрлі іс шаралармен айналысады. Бұлай айтқан кезде бүгін даже мысалы сағат 3-тен 4-ге дейін йога дәрісіне қатысады. Ең маңызды нәрсе реабилитациялық орталықта ол қауіпсіздік. Сол үшін біздің консультанттар бөлмесінде бүкіл үйдің сырты, іші барлық жағына видео бақылау орнатылған. Осы жерде біздің персоналымыз үйдің ішінде не болып атқанын, біздің резиденттер не істеп атқанын осы жерде бақылап отырады. Дәл қазір біздің психологтың сабағы болып жатыр. Мынау бізде холл 1. Бұл жерде біздің резиденттеріміз теннис ойнайды, бос уақыттарында кітап оқиды, және де тапсырмаларын жазып, әр түрлі іс шаралармен айналысады. Екінші этажда бізде жатын бөлмелер. Мынау біздегі екінші қабаттағы жатын бөлме, бұл жерде біздің резиденттеріміз демалады. Ал мына жерде екінші қабаттың гигиеналық бөлмесі. Мынау біздің екінші қабаттағы екінші жатын бөлмелеріміз. Бұл жерде де біздің емделушілеріміз жатып демалады. Жалпы біздің оңалту орталығымыз 3 қабатта орналасқан. Астыңғы қабатта қазір бізде спортзал, қазір сіздерге соны көрсетем. Мына жерде де бүкіл жерде бізде бейне бақылау орнатылған. Бұлай айтқан кезде біздің емделушілеріміздің қауіпсіздігі бізге өте маңызды. Мынау біздің астыңғы қабат. Тәуелді адамда ең бірінші құртылатын ол денсаулығы. Сол үшін біздің орталықта денсаулыққа өте қатты көңіл бөлінеді. Бұл жерде бізде йога дәрісі болады, және де балдар спортпен айналысып, әр түрлі дене шынықтыру жаттығуларымен жасайды. Қазір мен сізге біздің тренажерный залды көрсетемін, жүріңіздер. Мынау біздің тренажерный зал. Бұл жерде әр түрлі тренажерлар бар, бәрі жұмыс істейді. Біздің орталықта спорт сағаты аптасына 6 рет болады. Сол үшін адамның денсаулығына тез қалпына келтіруге зор ықпалын білдіреді. Мынау біздің лекция залымыз. Бұл жерде біздің психологтардың сабақтары өтеді, және де консультанттар лекция өткізеді. Резиденттеріміз басқа да іс шараларын өткізеді. Тағы да бос уақыттарында бұл жерде телевизор көріп, өзінің жеке тапсырмаларымен айналысады.